Сәлем достар, бүгін біз майонезден жасалған сметанник пирогын пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп кетейік. Ол үшін бізге 50 грамм жылы су қажет. Жылы суымызға 1 шай қасық қантымызды саламыз. 1 шай қасық ашытқымызды салып, араластырып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Бір жұмыртқамызды жарып, үстіне кішкене тұз салып, 15 минут демалған ашытқымызды құямыз. Кішкене араластырып жіберіп, бөлме температурасында тұрған, еріп тұрған бөлме температурасында сары майымызды саламыз. Қолымызбен араластырып жібереміз. Ары қарай ұнымызды, електен өткен ұнымызды қамырымызға бөліп саламыз. Қолымызбен араластырамыз. Ұнымыз көп болып кетпесін. Ұн көп болса, тестіміз қатты болып кетеді. Бәрін весімен өлшеп саламыз міндетті түрде. Араластырғаннан кейін осылай қамырды 5 минуттай қолымызбен басып жібереміз. Міне қамырымыз өте жұмсақ, қолға да ондай жабыспайтын қамыр пайда болды. Осыны бетін жауып салафанмен 30 минутқа демалтамыз. Ары қарай салмамызды дайындаймыз. 250 грамм қаймағымызды весімен өлшеп саламыз. Менде 20% қаймақ, 20-25% болуы міндетті. Майонез саламыз. Менде сметанный ряба деген майонез. Сол майонезді қолданған жақсы. Майонезімізді салғаннан кейін жұмыртқамызды саламыз. Мен 3 жұмыртқа қолдандым. Егер жұмыртқаңыз үлкен болса, 2 жұмыртқа жарайды. 110 грамм қантымызды саламыз. Кішкене ванилин салып, салмамызды араластырамыз. Менің жұмыртқам үй жұмыртқасы болғандықтан, менің салмам сап-сары болып шығады. Дүкендікінен ондай сары болмайды. Міне қамырымыз да дайын болды. 30 минут демалған қамырымыз дайын болды. Осылай домалақ қылып илеп, ұн ештеңе қолданбаймыз. Домалақ қылып илеп, қатты қалың да емес, жұқа да емес болу керек. 25 диаметрлі формамызға саламыз. Формамызға жайып осылай. Жан жақтарындағы қамырлары биіктігі 4 сантиметрдей болу керек. Қамырымызды формаға орналастырғаннан кейін салмасын саламыз. Арасына жидектер қолдануға болады. Осылай жан жағына шығып тұрған қамырды 1 сантиметрден қылып кесіп шығамыз. Әдемілейміз. Видео ұнаса қолдауды ұмытпайық. Тіркеліп, қоңырауша белгісін басайық. Лайк басып кетейік. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. 40-50 минут пісіреміз. Пешіңізге қараймыз. Салмасы ыстықтай жұмсақ желе сияқты болады. Ол суығасын қатаяды. Бөлме температурасында пирогымыз суығаннан кейін тоңазытқышта 5-6 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде турағанда әдемі болып шығады. Ешқандай қатты болмайды қамыры. Өте жұмсақ болады. Міне майонезбен жасалған сметанник пирогымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз.